Қонаев қаласында жас геологтардың алғашқы олимпиадасы басталды. Оған елдің түкпір-түкпірінен 200-ге жуық оқушыдан құралған 16 команда қатысып жатыр. Олар палеонтология, гидрология және петрография сияқты геологиялық пәндерден бақ сынайды. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтардан өзге жоғары оқу орнына арналған 9 гранттың бірін ұтып ала алады. Толығырақ бейне сюжетте. Геологиялық олимпиадалар елде оқушылар арасында 10 жыл бойы өткізіліп келеді. Алайда бұл республикалық байқау алғаш рет Қазақстанның барлық аймақтарының жас геологтарын біріктірді. Шараны Қазақмыс, ARG және Қазцинк корпорацияларының қолдауымен Қазақмыс барлау серіктестігі және жас геолог корпоративтік қоры ұйымдастырды. 200 оқушыдан тұратын 16 команда далада өз дағдылары мен білімдерін сынау үшін 1 жыл дайындалды. Команда Альтаир участвует в... Альтаир командасы 5 жыл бойы геологиялық олимпиадаларға қатысып келеді. Біз мұрагерлері ретінде осы дәстүрді жалғастырамыз. Ұйымдастырушылар теориялық және практикалық білім беріп, бізге үлкен мүмкіндік сыйлаған үшін қуаныштымыз. Сондай-ақ мұндай атмосфера геологияға деген құштарлығымызды одан сайын арттырды. Оқушылар палеонтология, гидрология, радиометрия, минералогия және петрография, сондай-ақ пайдалы қазбалар геология сияқты түрлі пәндерде жарысады. Жеңімпаз командалар грамоталармен, медальдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Одан өзге жеке есепте жеңіске жеткендерге ұйымдастырушылар еліміздің 3 жоғары оқу орнында Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Қазақстан Британ техникалық университеті және Утебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінде геологиялық мамандықтар бойынша оқуға 9 грант береді. В этом году мы собрали... Биыл біз еліміздің барлық аймағынан жинадық, әр облыстан балалар келді. Бұл ең жоғарғы көрсеткіш, бұл жолы 9 грант береміз. Бұл бастамамызды барлық университеттер қолдады. Балаларымызға сәттілік. Жас геолог қазір мұндай мамандықтар трендте. Қонаев қаласы республикалық олимпиаданы өткізу орны ретінде кездейсоқ таңдалмады. Бұл жер болашақта жастар мен жас мамандардың қаласына айналуы керек. В городе будет построен академический городок. Қалада академия қалашығы салынады. Бұл қалашықта әлемдік тәжірибесі бар жоғарғы оқу орны, ғылыми зерттеу институты тұрғызылады. Бұл мекемелерде түрлі мамандар, соның ішінде геологтарды даярлайтын боламыз. Олимпиаданың басты мақсаты жастарды кәсіптік бағдарлауға, геологиялық ғылымдарды зерттеуге қызығушылықтарын арттыру, жалпы геологияны ғылым ретінде танымал ету. Жас геолог қоры бұл геологиялық олимпиаданы дәстүрге айналдырып, бұдан да көп қатысушылар тартатынына сенімді. Динара Жоламанқызы, Атамекен, бизнес.